Сәлем достар, бүгін арнамда винегрет салатын жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Салатқа қажетті өнімдер қайнатылған көкөністер мен консервідегі горох, фасоль және де банкідегі соленые огурцы. Ыдысымызға фасоль мен горохымызды салып, қалған өнімнің бәрін майда кубик қылып тураймыз. Менің каналыма тіркеліп, комментарий, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және салатымызға қалауыңыз бойынша пияз және квашеный капусты қосуға болады. Мен пияз қостым. Егер сіздерде квашеный капусты болса, қоссаңыздар, одан әрі дәмдірек болады. Салатымызға соус жасаймыз. 4-5 ас қасық май, менде оливки майы, 1 шай қасық тұз және бұрыш, 2 ас қасық лимонның согын қосамыз. Осымен салатымыз дайын, көп уақытыңызды алмайды, тойымды әрі пайдалы, ағзаға зиянсыз. Сіздер де жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар Бегалықызы.